Қайырлы күн біздің каналымыздың көрермендері. Біздерге көптеген адамдар хабарласады. Соның ішінде осы остеопат маманының жұмысы туралы бізден сұрап жатады. Айырмашылығы. Соның ішінде мысалы массаж маманы бар. Екеуінің айырмашылығы неде екенін білмей жатады. Соған қысқаша ғана тоқталғалы отырмыз. Оның айырмашылығы өте көп негізінен. Соның біреуіне ғана тоқталғалы отырмын бүгін. Мысалға екеуі де бұл массаж маманы мен остеопат маманы да қолмен жұмыс жасайды екеуі де. Енді массаж жалпы маманы, массажистер дейміз. Олар адамның терісімен, денеміздің барлығын біздің тері қаптап тұр. Терімен, одан кейін терінің астында бұлшықет бар. Сол бұлшықетпен жұмыс жасайды. Бұл массажистер. Енді остеопат маманына тоқталатын болсақ, остеопатияда жалпы адамның денесін 7 түрлі қабаттан, біздің денеміз 7 түрлі қабаттан тұрады. Бірінің үстіне бірін қабатталған. Ең әуелі жаңа айтқанымыздай тері. Ұстасаңыз белгілі адамның кез келген жерінде. Тері шамалап созылады. Теріні ұстап ары қарай шамалы кірсеңіз, оның әр жағында қабат бар. Клетчатка деген нәрсе бар. Ұстаған кезде қолға сондай бір жаңағыдай бос, сондай бір қабат. Одан ары қарай өтетін болсақ, фасция деген нәрсе бар. Мал сойған кісілер біледі, малдың етін бөлген кісілер біледі. Біздің бұлшықетіміздің, жалпы малдың бұлшықетінің сыртында жаңағыдай пакет сияқты сондай бір жұқа қабық болады да. Міне сол фасция деп айтылады. Еттің сыртында. Одан ары қарай біз кіретін болсақ, бұлшықетке барып тірелеміз. Яғни адамның қолына, остеопат маманының әсіресе қолына бұның барлығы белгілі. Тарам-тарам бөлшектерден тұрады адамның бұлшық еті. Одан ары қарай біз тереңге қарай, одан ары қарай кіретін болсақ, біз оның әр жағында терең фасция, яғни бұлшық еттің әр жағында біздің бұлшық етіміздің қозғалып, былай ойнауына себеп болып тұрған тереңде орналасқан фасцияны көреміз. Одан ары қарай біз кіретін болсақ, оның әр жағында қолымызға бұдыр-бұдыр сондай бір қатты қабатқа қолымыз тіреледі. Бұл сүйектің сыртындағы надкосница деген зат. Енді одан ары қарай кіретін болсақ, біз қолымыз сүйекке келіп тіреледі. Бұл сүйек қозғаған кезде тұтасынан қатты бір зат адамның қолына сезіледі. Бұл сүйек. Яғни осындай 7 түрлі тері, теріден кейін клетчатка, одан кейін фасция бер жағында, одан кейін бұлшықеттен кейін терең фасция, одан кейін надкосница, одан кейін адамның сүйегі. Міне осы 7 түрлі қабаттан адамның денесі тұрады. Остеопат маманы қолмен ұстау арқылы, пальпация арқылы осы 7 түрлі қабатта да жұмыс жасай алады. Міне қысқаша айырмашылығы осыда. Енді мен бұның барлығын орысша айтып жатырмын. Негізі менің өзім орысша оқығандықтан, орыс тілінде мен осының барлығын айтып сіздерге жатырмын. Негізгі айырмашылықтары массаж маманы мен остеопат маманының осыда.